Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен үй жағдайындағы керемет болып шығатын пончикелер дайындайтын боламыз. Тек үлкендердің емес, кішкентай балалардың да сүйіп жейтін тәттілер деп айтсақ болады. Қажет заттардың барлығын төменгі описание бөлімінде қалдырамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де видео ұнаса, пікір қалдырып, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа, үстінен жылы сүт, шым-шым тұз және де қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алған массаның үстіне көтерілген дрожжамызды және де жұмсақ маргарин, үстінен ванилин, өлшеніп алған ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей осылай жұмсақ қамыр илеп алғаннан кейін бетін жауып, көтерілуге жарты сағатқа қоямыз. Арадан уақыт өткеннен кейін осылай оқтаудың көмегімен қамырымызды орта қалыңдықта жайып аламыз. Міндетті түрде орта қалыңдықта жайыңыздар. Қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Пончикелер көтерілмей қалуы мүмкін, сондықтан орта қалыңдықта жайсаңыздар, формасы әдемі болып шығады. Мінекей осылай видеода көрсетілгендей етіп, барлығын біркелкі етіп кесіп шығасыздар. Және де қалған қамырды 10-15 минут тындырып, оны да жайып алсаңыздар болады. Осылай барлығын кесіп алғаннан кейін, үстінен мен осындай насадка пайдаландым. Сіздерде осындай насадка немесе арнайы пончикелерді кесіп шығатын формалар пайдалансаңыздар болады. Мінекей осылай барлығын біркелкі етіп кесіп шыққаннан кейін үстін жауып 15 минутқа көтерілуге қоямыз. Мінекей біздің пончикелер дайын болды. Енді оларды табаны қыздырып алып, орта отта екі беті қызарғанға дейін пісіріп алатын боламыз. Мінекей осылай жаймендеп көтеріледі және де осылай қызарып шыққаннан кейін майын сіңіретін қағаз төсегішке салып пісіріп аламыз. Мінекей біздің пончикелер дайын болды. Мен шоколадты алдын ала осылай ерітіп алдым. Үстіне осылай батырып шығамыз. Мінекей қалғандарын да осылай батырып аласыздар және де қалауларыңызға қарай оформление жасап, 10-15 минутқа холодильникке салып қойсаңыздар, үсті осылай қатып, әдемі болып шығады. Және де қолға жабыспайды.